Мен жоғары оқу орнын тамамдап, қолыма диплом алып, жарқын болашақты қаладым. Мен белсенді ортада, кәсіби шыңдалған, өз ісінің маманы болғым келді. Менің таңдауым, демек, болашақты таңдағаным. Менің таңдауым Бейімбет Майлин атындағы номері 7 мектеп гимназиясы. Не себепті мен бұл мектепті таңдадым? Себебі білім көзінің қайнар бұлағы қазақ тілі. Мектептің жүрегі мұғалім. Мектепте білім берудің жаңа жүйесі жасалынып, әлемдік білім беру кеңістігіне бағыт қалыптасқан. Нәтижесінде білім берудің мазмұны өзгеріп, жаңа көзқарас, жаңаша қарым-қатынас орнаған. Бәсекеге толы қоғамда мақсатқа жете алатын, алған білімін тәжірибеде тиімді қолдана алатын қабілетті оқушыны қалыптастыру мақсатында сапалы жұмыс жасайды. Әдістеме тұрғысынан оқу іс-әрекеттері берілген тақырып бойынша қосымша материалдарды іздеуді, пікір алмасуды, даулы мәселелерді анықтауды, дәлелдемелер мен жүйесін құруды, аудитория алдында сөйлеуді, топтарда талқылауды және мұражайда сабақ өткізуді және тағы басқаларды қамтиды. Заманауи сабақ ұйымдастырып, оқытуда инновациялық технологияларды қолдану кезінде келесі әдістер сәтті қолданылады. Ассоциативті қатар, тірек конспекция, топтық пікірталас, аялдамалармен оқу, синквейн, эссе түрлерін меңгерту, креативті ойындар, мәтінді зерттеу, үй тапсырмасының дәстүрлі емес формалары, төңкерілген сабақтар, оқу сауаттылығын дамыту, халықаралық зерттеулердің тәжірибесіне сүйене оқыту, зерттеу сабақтары, көлденең жоспарлау. Сабақты осы аталған тиімді оқытулардың негізінде білім сапасы да артатыны сөзсіз. Оны мына салыстырмалы диаграмма арқылы байқауға болады. 3 жылдық оқу жылының қорытындысы бойынша сапа көрсеткіші қазақ тілі мен әдебиеті пәні бойынша осындай деңгейде. 2018-2019 жылы қазақ тілі пәні бойынша білім сапасы 64%-ды құраса, 2019-2020 жылы ол 4% динамика өсіп 68%-ға дейін өсті. Ал 2020-2021 оқу жылының қорытындысы бойынша қазақ тілі 70%-ға дейін өскенін байқаймыз. Ал қазақ әдебиеті бойынша білім сапасы 2018-2019 жылғы оқу жылының қорытындысы бойынша 68%-ды құраса, 2019-2020 жылы ол 72%-ға дейін өскенін байқаймыз. Ал 2020-2021 оқу жылында білім сапасы 74%-ды құрады. Ал мектеп түлектері оқу сауаттылығы бойынша 3 жыл бойы жоғары 100% деңгейді көрсетіп тұр. Табыс кілті сабақта. Үздік сабақтарымыз облыстық, республикалық жүлделі орындарға ие болған. Атап өтсек, педагогикалық идеялар панорамасы. Облыстық кезеңінің жеңімпазы Байкенова Ғалия Қайырбекқызы. Педагогикалық идеялар панорамасы. Республикалық кезеңінің жеңімпазы Жұмабаева Алтын Ерікқызы. Алтынсарин сабағының үздік әзірлемесі. Облыстық кезеңінің жеңімпаздары Бірманова Қымбат Исламбекқызы, Абдрахманова Меруерт Сейтқасымқызы, Жұмабаева Гүлжанат Тиішбайқызы. Сонымен қатар, Спанжар Көбеевке арналған үздік сабақ жоспары облыстық жеңімпаздары Жұмабаева Гүлжанат Тиішбайқызы, Ибраева Нұргүл Қуантайқызы. Республикалық телесабақтар Бірманова Қымбат Исламбекқызы, Жұмабаева Гүлжанат Тиішбайқызы, Абдрахманова Меруерт Сейтқасымқызы, Байкенова Ғалия Қайырбекқызы, Ибраева Нұргүл Қуантайқызы және Жұмабаева Алтын Ерікқызы өз тәжірибелерімен бөлісті. Заман ағымына қарай әрбір ұстаз үнемі өз білімін жетілдіруге, іс тәжірибесін өзгертуге, оқыту үрдісін жаңаша ұйымдастыруға, сабақ үрдісінде оқушылардың іс-әрекетін дұрыс ұйымдастыра білуге міндетті. Біздің мектеп мұғалімдері де заман ағымына қарай жаңашылдықты жатсынбай, заманауи әдіс-тәсілдерді үйреніп, сабақта жаңашыл әдіс-тәсілдерді тиімді қолданып келеді. Қазіргі таңда сертификатталған мұғалімдерден құралған тірек мектеп қоғамдастығы өткізетін коучингтер мен интербелсенді алаңдар арқылы мұғалімдер өз тәжірибесімен де бөлісіп жүр.
Жетекші мектеп ретінде ауылдық мектептерге, яғни Жангелдин ауданы, Сарысу негізгі мектебі және Қайдосов атындағы жалпы білім беретін мектептерге жоғары педагогикалық шеберліктің оқыту әдістері, зияткерлік кәсіби дағдылар, мектеп тәжірибесін жақсарту, ресурстарды дұрыс пайдалану, білім беру бойынша кеңестер оқыту вебинары жүргізіледі. Атап айтар болсақ, мектепке дейінгі және жалпы орта білім беру әдістемелік кабинетімен бірлесе, авторлық жұмыс жазудың құрылымы мен әдістемесі тақырыбында тәжірибе тарату семинары және Қазақстан Республикасының үздік педагогтарының үздік педагог жүрекке жол ашады республикалық форумында Қымбат Исламбекқызы Алтынсарин идеясы және тағылымды тәрбие көзі тақырыбында өз тәжірибесінде бөлісті. Ыбырай Алтынсариннің 180 жылдығына орай шеберліктен табысқа атты шебер сынып байқауы өтті. Қазақ тілін оқытудың жаңа технологиялары қалалық семинары, Назарбаев зияткерлік мектептері онлайн оқытудың арнайы сұрақтары вебинары, Назарбаев зияткерлік мектептері дербес білім беру ұйымының педагогикалық шеберлік орталығы өткізген мұғалімнің кәсіби даму траекториясы мен зерттеу сұрағының байланысы, сұрақ қоюдың тиімді дағдыларын дамыту, қашықтықтан оқытуға байланысты бейне сабақтар Қостанай білім басқармасына. Пән мұғалімдері білім беру жүйесіндегі инновациялар мен цифрлық білім берудегі жаңа өнімдер, әдістемелік, зерттеу тақырыптарын, өткізілген іс-шаралар бойынша баспасөз беттеріне мақалалар мен өздерінің үздік сабақтарын да жариялап отырады. Мұғалімдердің қаламынан Учительская плюс, Қазақ педагогикасы, Қостанай дарыны, Қазақстан мектебі, тағы да басқа облыстық, республикалық деңгейдегі басылым беттеріне үздік мақалаларын жариялайды. Өзін-өзі дамыту, кәсіби шыңдалу мақсатында пән мұғалімдері ұстаз тілегі, дарын онлайн, КИО пән олимпиадаларына үздіксіз қатысып отырады. Жүлделі орындарға ие болып, жеңімпаздар саны жыл сайын артқанын диаграмма арқылы байқауға болады. Дәстүрлі түрде өтетін мұғалімнің кәсібилігін, білімділігін, жан-жақтылығын даралайтын сайыс үздік қазақ тілі мұғалімі қалалық сайыс жеңімпаздары Жұмабаева Гүлжанат Тиышбайқызы, Ибраева Нұргүл Қуантайқызы, Жүстаева Нұрзат Әбдімұратқызы. Авторлық бағдарлама арқылы оқушылардың білімін тереңдету өмір талабы. Авторлық оқу бағдарламасы педагогикалық құндылық пен жаңалықтардан хабардар ететін авторлар ұжымының немесе автордың педагогикалық шығармашылығының нәтижесі. Мұғалім өзінің білімін үздіксіз көтеріп отырғанда ғана мұғалім. Оқуды, ізденуді тоқтатысымен оның мұғалімдігі де жойылады. Демекші, білім беру аясында өз кәсіби біліктіліктерін шыңдау мақсатында авторлық оқу бағдарламасын жазып жүрген ұстаздарымыз бар. Бірманова Қымбат Исламбекқызының бейімбеттану курсы, мультимедиалық әдістемелік құрал, ерекше назарды қажет ететін оқушыға арналған психология педагогикалық түзету, қазіргі қазақ әдебиетінің саңлақтары, көркем сөз маржаны және Меруерт Сетқасымқызы мен жазба жұмыстарының түрлерін ұйымдастырудың тиімді жолдары, Жұмабаева Гүлжанат Тиышбайқызының бейімбеттану электронды оқу құралы республикалық үздік авторлық жұмыстар сайысында екінші орынды иеленді. Ғалия Қайырбекқызының толғалас қосымшалар, өлкетану және Нұргүл Қуантайқызының құзыреттілікті қалыптастыруға бағытталған тапсырмалар жинағы атты авторлық жұмыстары бар. Дарындылық адамның өз бейімділігі мен шығармашылықпен жұмыс істеу арқылы қалыптасатын қасиет. Дарындылық пен қабілеттіліктің не екенін оқушы дарындылығын анықтайтын психодиагностикалық әдістемелердің тиімділігін білетін мұғалім ғана дарынды оқушылармен нәтижелі жұмыс істей алады. Міне, сондықтан да біздің мектеп табысты оқушылар мектебі болып саналады. Өйткені біз оқушының креативті ойлауын, оқушының өзін-өзі бағалау деңгейін, оқушының толеранттылығын, оқушының интуициясын, ол лидер ме, оқушының қызығушылығын, оқушының көңілінен шығатын іс-әрекеттің басты назарда ұстаймыз. Нәтиже мынадай. Пән олимпиадасы оқушының пәнге деген қызығушылығынан туып, ондағы шынайы білімін көрсететін беделді бәсеке. Оқушыларымыз жыл сайын дүбірлі додадан құр келген емес.
Мектебіміздің дарынды оқушылары жыл сайын мәнерлеп оқу сайыстарына ерекше дайындықпен көзге түсіп, жүлдесіз оралған емес. Әсіресе дәстүрлі әбіш оқулары, Абай, Ыбырай, сонымен қатар киелі Түркістандағы Яссауи-Тани республикалық байқауларынан бас бәйгені қолдан берген емес. Қазақ эпосын дәріптеуге арналған тұлпар мініп ту алған сайысының облыстық республикалық деңгейдегі 2 дүркін жеңімпазы Әдебова Нұрсила Ақылбайқызы. Сонымен қатар, жыл сайын өтетін жарқын болашақ олимпиадасының қала, облыс, республика көлемінде толағай табыстарға кенеліп келеді. Республикалық 1000 бала мәдени ағарту жобасының 3 дүркін жеңімпазы Леймарк өзге ұлт өкілдері арасынан оқ бойы оза шықты. Сонымен қатар, мектебіміз облыстық Ильяс Умаров атындағы қазақ драма театрымен бірлесе шабыт театрына жетекшілік етеді. Онда оқушылар кәсіби шыңдалған актерлермен жұмыс жасап, өз қабілеттерін жетілдіріп отырады. Театр актерлері де біздің мектепте қонақта болып, өз көрермендерін әртүрлі қойылымдармен тәнті ете түседі. Оқушылардың бойына адамгершілік, еңбекқорлық қасиеттерін дәріптеу мақсатында қала, облыс, республика көлемінде үлгі болатын қоғам белсенділерімен, дана тұлғалармен кездесулер мен семинарлар ұйымдастырылып отырады. Қала тұрғындары Сүймекова Рыспеке Қасымқызы, Жақсылық Кәкенұлы, Ақылбек Шаяхметов, Серікбай Оспанов және тағы да басқа құрметті азаматтармен сұхбат өткізіліп отырады.